Қолхат бойынша қарызды қалай дұрыс өндіріп алуға болады? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Ақшаны біреуге қарызға бермес бұрын қолхат сұрауды ұмытпаңыз. Қолхатта қарыз сомасы, қайтару мерзімі және борышкердің мекенжайы көрсетілу керек. Сіз жақтан осы қолхатқа қол қоятын екі куәгердің болғаны дұрыс. Бірақ міндетті емес. Өтеу мерзімі келгенде сіз борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа жүгінуіңізге болады. Бірақ қайтарудың басқа қысқа мерзімін белгілей отырып, жазбаша түрде өтінішпен жүгінген жөн. Егер осы жолы сіз қарызыңызды ала алмасаңыз, сотқа жүгінуден бас тартпаңыз. Сотқа талап қою кезіндегі мемлекеттік баж қарыздың 1% құрайды. Сонымен бірге бұл шығындарды сот өтейді. Ешқандай жолмен қорқытпаңыз. Іс жүзінде қылмыстық істе борышкердің жәбірленушіге айналған жағдайлар көптеп кездеседі. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.